130-дан астам ұлт пен ұлыстың қара шаңырағына айналған кең байтақ Қазақстан үшін 1 мамыр ерекше мейрамдардың бірі. Алмағайып заманда тағдыр тәлкегімен бас сауғалап келген бір қатар ел жұртты бөлектетпей, бауырына басқан елімізде жыл сайын бұл күні мерекелік ду-думан ұйымдастырылып, халық болып ынтымақ пен бірліктің айшықты дәлелін көрсетеді. Тілі бөлек болғанымен тілегі бір этнос өкілдері бүгінде Қазақстан Халқы Ассамблеясы деп аталатын ұйымның ажырамас бөлшегі. Және биыл бірлік пен келісімнің мерейлі 30 жылы. Қазақстан кісілерін бәрісінде келатқан мейрамдар білен құттықтаймын. Денсаулықтары зор болсын, ауырмасындар, еліміз тыныш болсын. Егеменді Қазақстанымыздың ынтымақ мерекесі құтты болсын. Біздің болашақта көк байрағымыз желбірей берсін. Өсіп келе жатқан ел іргесі тыныш болып, аспанда әрқашанда көк аршындар ұша берсін. Амандық болсын. Осы қала Екібастұз тұрғындарын 1 май мерекемен барлығын құттықтаймын. Заманымыз тыныш болсын, Қазақстан тыныш болсын, Қазақстан көркейе берсін. Келе жатқан 1 мамыр Қазақстанда ұлттық достық күні дейді, бірлестік күні. Барлық қазақстандықтарды сол мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, балаларымыздың болашағы жарқын болсын.